Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі видеода немесе бүгінгі плейлистта біз сіздермен компьютерді деректер базасын құру тақырыбымен танысатын боламыз, немесе SQL, яғни негізгі сабақтың жазылу мақсаты 10 сынып информатика Алматы және Арман кітабында бізде деректер қорының негізгі ұғымдары, соның ішінде реляциялық база данных бар. Қарапайым тілмен айтқанда SQL-ді біздер жақсы білеміз. Бірден көпке, бірден біреуге, көптен көпке деген бөлімдері бар. Және де 10-шы класстың Алматы кітабында да PHP-MyAdmin немесе SQL сұраныстары келген. Енді осы жерде кітапты екіге бөліп алайық. Мен қазір сіздерге Алматы және Арман кітаптарын көрсетіп жатырмын. MySQL-да SQL запрос жасау үшін, жалпы SQL не ол дейтін болсақ, SQL белгілі бір программалау тілі, который база құра алады. Оны тек қана құра алмайды, құрып қана қоймайды, оларды бір-бірімен байланыстыра алады, өшіре алады, көшіре алады деген сияқты. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, біздің Instagramдағы аккаунтымыз, YouTube'дағы аккаунттарымыз белгілі бір базамен байланысқан. Соның ішінде біздің SQL-мен деген сөз. Және де 10-шы класста SQL-да запрос жасау үшін олар Access программасын пайдаланған. Және соңғы бөлігінде, кітаптың соңғы жағына келетін болсақ, SQL запрос жасаған. SQL запросты именно Access-те жасаған. Бірақ тіл өзгермейді, яғни SQL тілі өзгермеген. Өзгермейді де, мінеки SQL сұраныстар жасалған. Бұл SQL сұраныстарды именно Access жасаған. Ал Арманда бірден базаның өзін SQL-да құрып кеткен және ары қарап бірден программаны құра берген. SQL-дің өзінде. Мінеки бұл жерде арнайы бір программаны айтпаған. Егер айтқан болса да, қандай программалармен жұмыс жасауға болатыны айтылған. Бірден айнымалар типтері жасалып кеткен. Яғни бүгінгі видеода біз сіздермен SQL-мен танысатын боламыз, және де ең алғашы қай движокпен жұмыс жасаймыз, соған аса назар аударғанымыз жақсы. Бізде кітапта, Алматы кітапта SQL-мен жұмыс жасау үшін дейді, PHP-MyAdmin-ді қолдануға рекомендация берген екен. Біз сол программаны пайдаланамыз. Мінеке қарайтын болсақ, ең алғаш localhost-ты қалай ашады, немесе localhost басқанда не шығады деген сияқты. Мінеке PHP-MyAdmin-ді пайдаланған. Біз осында сіздермен SQL-ді сабақ өтетін боламыз. SQL дегеніміз не? Қарапайым тілмен SQL бар болғаны мәліметтер қоры, соның ішінде реляциялық мәліметтер қоры. Реляциялық мәліметтер қоры дегеніміз олар ID-лар бір-бірімен ауысу. Және де бұл видеодан тағы бір үлкен плюс алуға болады, ол ұлттық бірыңғай тестілеуде міндетті түрде SQL-дан сұрақтар келеді, және сол сұрақтарды осында таба аласыздар деген үміттемін. Себебі мүмкіндігінше SQL-ға біз көбірек тоқталатын боламыз. Олай болса біз бастаймыз. Біз айтқан болатынбыз, SQL-да белгілі бір программау жазу үшін среда таңдаймыз. Орта ретінде біз оған OpenServer пайдаланамыз. OpenServerді қазір орнатамыз. Бүгінгі видеода, келесі видеодан бастап алғашқы программамызды және алғашқы запросымызды select-пен танысатын боламыз. Установка, ары қарап тек қана далее. Ар жағын өздеріңіз де орнатып алсаңыздар болады. OpenServer менің жағдайымда 5/4/3 64-ші разрядқа арналған. Өздеріңізге қалаған разрядты немесе версияны таңдап алсаңыздар болады. Установка аяқталғаннан кейін міндетті түрде перезагрузка бергендеріңіз жақсы. Осымен алғашқы видеомыз аяқталады. Келесі видеоларда біз сіздермен OpenServer-мен жақынырақ танысатын боламыз. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Мен завершить батырмасын баса берейін.